Кайырлы кеш, кадырменде көрөрмөн, тикелей эфирде акпараттык, таанымдык, оюн-сауыктык кешке кездесүү багдарламасы. Тикелей эфирде жүректерге жылуу, көңүлгө көтеринки көңүл күй сыйлайтын багдарламанын тизгининде Сапар және мен Аида. Косылды міне жыл тағы, Алланың атты нұр таңы, келгел айлардың сұлтаны Рамазан. Сенен береке тосады ел, бізге бақытты қоса әкел, нұр шуағыңды шаша кел, кел Рамазан, кел Рамазан, кел Рамазан, кел Рамазан, кел Рамазан. Кешірім айы бұл басталған, төгілген нұры аспаннан, Алладан түскен бізге шапағаттың. Жұмақтың ашқан есігін маң, аясың рахман, кешірімнің аясын сен мейірім мол махаббаттың. Кел Рамазан, кел Рамазан, кел Рамазан, кел Рамазан. Екі дүние сыйларың, я Алла бізге сыйладың, көтерілсін иманым, кел Рамазан, кел Рамазан. Алла сүйген іске бай, жанымыз иман күшке бай, бізге нұр Құран түскен ай, кел Рамазан, кел Рамазан, кел Рамазан, кел Рамазан, кел Рамазан. Қазарсың жанның сарайы, сезініп Құран арайын, Кәусәріңе қанайын, кел Рамазан. Туса алтын орақтай, дайын бол әппақ парақтай, жазылсын жақсылықтар, кел, кел Рамазан, 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 кел Рамазан.
Қайырлы кеш, құрметті көрермен, тікелей эфирде кешкі кездесу бағдарламасы. Бүгінгі шығарылым ерекше рухани маңызы бар түннің қарсаңында өтуде. Биыл Қадыр түні, яғни қасиетті Лайлатул Қадыр 2026 жылы 16 наурыздан 17 наурызға қараған түнге сәйкес келеді. Бұл мұсылман қауымы үшін ең қасиетті, ең қадірлі түндердің бірі. Қасиетті Құран кәрімде бұл түннің 1000 айдан да қайырлы екені айтылған. Сондықтан бұл түні жасалған әрбір дұға, әрбір игі амал ерекше сауапқа ие болады. Осындай қасиетті түнде нені ескеру керек? Қадір түнін қалай өткізген жөн? Бұл түннің мәні мен маңызы қандай? Осы сұрақтарға жауап беру үшін біз студиямызға арнайы қонақты шақырдық. Біздің студиямыздың қонағы Сарыбаев Қазыбек, Шымкент қаласында Халифа Нахаян Ақ мешітінің наиб имамы. Қайырлы күн болсын аға. Көңіл күйіңіз қалай? Жұмыс барысынан енді бізге сұхбаттасуға келген екенсіз? Рахмет, шүкір, бәрі жақсы. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі Рамазан айлардың сұлтаны, берекелі Рамазан айы құтты болсын. Енді момын мұсылманның асыға күткен осы айлардың ішінде, осы керемет күндердің, түндердің ішінде Қадір түні. Құдайға шүкір, міне соған ел жұрты, мұсылман жамағаты асыға күтеді. Әрине, әр адамның өзінің арманы болады өмірде. Алладан сұрайтын бір ниеті болады. Жылдар бойы аңсап жүрген бір жақсылығы болады. Солардың бәрін осы сұрауға ниеттенуге, осы Қадір түніне көп адамдардың ниеті болады. Алла тағалам осы әрбір момын мұсылманның ниетін қабыл етсін деп, бисмилля деп бастаймыз, Құдай қаласа. Сол бүгінгі түнге сіздердің мешіттерде де қызу дайындық жүріп жатқан шығар. Шымкент қаласындағы орталық мешіт. Сол туралы қысқаша айтып кетіңізші, қалай болады жоспар? Енді Құдай қаласа, әрине біз енді Рамазанның басынан бері қарай қаладағы осы орталық мешіттен бастап 87 мешітте Құранды тараух намазында қарияларымыз басынан аяғына шейін оқып жатыр. Сол Құран кәрімнің Құдай қаласа хатымы, яғни толық оқылып, тараух намазында осы бисмиллясы құфтан намазының алдында уағыз насихат етіледі, ауыз ашардан кейін. Онан кейін осы Қадір түніне байланысты түрлі деңгейде жаңағы нелер беріледі, арнайы уағыз насихаттар жүреді. Онан кейін құфтан намазы оқылғаннан кейін тараух намазында 20 ракат оқып, онан кейін барлық мешіттерде, осы 87 мешітте Құранның арнайы хатым дұғасы оқылады. Осы Құранның хатым дұғасы оқылады, онан кейін хатым дұғасынан кейін ары қарай жалғасып уағыз насихаттары бар, онан кейін түнде оқылатын намаздар бар. Жалпы айтқанда сәресіге дейін, таң атқанға дейін барлық мешіттерде ауыз ашарда беріледі, сәреште беріледі, және де сол жамағатқа рухани жағынан барлық мешіттерде қызмет арнайы атқарылады. Бағдарлама түзіп қойғанбыз, сол бағдарламамен жұмыс жасаймыз. Жылда енді біздің Құдайға шүкір мұсылман жамағаты ел, көпшілік халық білет, келіп жүрген адамдар бар, алғаш келіп жатқан адамдар бар, өмірінде бірінші рет келіп, мешітке келіп, мешіттің табалдырығын аттамаған адам қаншама. Барлығы сол осы түндерде келіп, құлшылығын өздеріне жараса ғибадатын жасап, уақыттарын әйтеуір тиімді өткізіп қайтады иншалла. Аға, осы жерде сөзіңізге айтып кетейінші, айтып жатырсыз ғой, алғаш рет келетін адамдар да бар. Енді сол секілді бұны күнді біле бермейтін жандар да бар. Сол кісілерге түсінікті болсын, жалпы Қадір түні дегеніміз не? Оның исламдағы орны қандай? Енді Қадір дегеннің сөздің мағынасын ғалымдар 3 түрлі мағына береді. Ең әуелгісі тағдыр түні дейді. Қараңыз, тағдыр түні дейді. Екіншісі берекелі ұлықталған түн дейді. Үшіншісі сыймай қалған, толып тығыз болып қалған түн деген мағынаны береді. 3 ғалым исламның тәфсірші ғалымдары үлкен Құранның аяттарын тәфсірлеген уақытта осылай мағына берген. Енді тағдыр түні деп нені айтады? Әрине, әуелден Алла тағалам адам баласына тағдыр жазған. Енді бұл жерде көп адамдарды түсініксіз ой қалыптасады. Біздің тағдырымызға жазылған нәрселер болса, енді осы тағдыр Қадір түнінде қандай тағдыр жазылады деген сұрақ болуы мүмкін. Осы тағдыр түнін деп тәфсірлеген ғалымдар түсіндіре отырып, 1 жылдық момын мұсылманның ырзық несібесі, 1 жылдық келесі жылға Қадір түніне дейін бақытты бола ма, бақытсыз бола ма, ауырып жүрген адамдар жазыла ма, сырқаты күшейе ме, мұны осыны белгілейтін түн. Алла тағалам періштелерге әмір береді. Енді осы тағдырдың өзін Алла тағалам белгілегендіктен Алла тағаланың тағдырына Алла өзінің осы түн болады деп тағдырлайды, және де өзінің әзәли ілімі дейді Алла тағаланың.
әуелден адамдарды жаратпай тұрып өзінің үлкен іліміменен адамдардың неге сүйеніп нені ұмтылатынын білген Алла тағалам оларға сол тағдырды жазып береді. Ал енді дұға етіп мейлінше тауазия дейді, барынша Алла тағаладан кешірім сұрап, Алла тағаладан үміт еткен адамдардың тағдырына Алла тағалам осындай жақсылықтар жазып береді. Міне осыны тағдырдың дейді. Екінші, берекелі түрін дейді, ұлғаю, жаңағы береке арту дейді. Енді әрбір момын мұсылман осы түнде құлшылық жасауменен 83 жыл 4 айлық сауапты жинап алып кететін түн. Міне сол үшін бұл түнді берекелі түн деп атайды. Үшіншісі, мынау жер бетіне таназзалул малаикату ва руху фиха би изни раббихим мин кулли амр, Құранның осы аяты бар. Осы Қадір сүресінде жер бетіне Жибрил періште және де бүкіл періштелер Алла тағаланың әміріменен түседі, жер беті сондай толып кетеді, періштелерге орын қалмайды. Сол үшін тығыздалатын уақытты айтады. Саламун хатта матлаул фажр, осы тыныштық, осы береке таң атқанға дейін аралықта жалғасады дейді. Бұл Құранның аяттары. Міне осы аяттарға қарап отырып, ғалымдар осы үш мағынаны тәпсірлеп сипаттап береді. Осы Қадір түнінде қандай амалдарға көбірек мән берген дұрыс деп ойлайсыз? Енді әрине тараух намазын мешіттерде хатым жасап жатырмыз. Рамазанның арасында қатысатын адамдар болады, қатыса алмай қалған адамдар болады. Әркімнің әртүрлі уақыты жағдайы бар. Мүмкіншілік деген болады. Міне осы түнде бір уақытты қиып, өйткені Құранның бүкіл аяттары оқылып болып, Алладан кеңшілік сұрап жатқан, дұға жасап жатқан уақытта сол хаулайлы осы айналада періштелердің сендерге де осыған нәсіп болсын деген періштелердің дұғасы болады. Демек, Қадір түніндегі ең бірінші басты құндылықтардың басталуы осы Қадір жаңа түнінің ең берекеті осы хатым дұғасыменен басталады. Сондықтан тараух намазына жамағат біз 8:30-да деп отырмыз. Кешкі 8:30-нан бастап 10:30-11-ге дейін, болмаса 10-ға дейін осы аралықта 1,5 сағат, 1 сағат тараух намаз оқылады, және де Құранның соңғы оқып болғасын соңғы аяттарынан Құранның дұғалар жасалынады. Хатым дегеніміз біту деген сөз. Яғни Құранның аяттары бітіп, сол біткен дұғалардың артынан Алладан көп жақсылық сұрайды. Әркім өз үшін, шаңырақ үшін, ел үшін, жұрт үшін, ағайыны үшін, барша момын мұсылман қазақ үшін сұралатын осы берекелі дұғалар осы Құранның соңғы аяттарынан кейін болады. Міне осы жердегі басты кіріспе осыдан басталып, Қадір түнінің есігі осымен ашылады. Ары қарай уағыз насихаттар бар. Арада сергетіп алу үшін 15-20 минут жамағатқа 2 ракаттан 8 ракатқа түнгі намаздар бар. Бір-біріне ниет қылып, намаз оқимайтын адам истихфар жарлықау тілеп, Алла тағаланы зікір ету дейді. Астағфиралла, алхамдулилла, Аллаху акбар, ла иляха илlallah айтып тәсбih аударып, міне осындай уағыз насихаттар мен бірге осы дүниелерде қосарланады. Яғни таң намазына дейін жалғасады. Таң намазға дейін. Онан кейін таң намазының алдында сәресі деген. Біз енді күнде ауыз бекіткендер ішіп жүр ғой сәресін. 4-тен бастап осы мешіттерде арнайы ас таратылады, тамақ таратылады. Сол сәресіменен ары қарай ауыз бекітіп, жамағатпенен таң намазын оқып тарқайтын уақыттар. Енді әрине уақыт деген өте қазір жылдам, қарасаңыз өте жылдам, тоқтап атқан жоқ. Бұрын енді адамдардың көбісі уақыт өткізе алмайтын бір сөздер айтатын, ал қазір біз уақытты жеткізе алмаймыз. Көзді ашып жұмғанша қас-қағым сәт зуылдап жатады. Бірақ осы түннің аз ғана уақытпенен көп мүмкіншіліктерді қармап қолға алатын сәттер осы. Аға, енді қазір бір қоғамдағы өзекті сұрақтардың бірін қояйыншы. Осы ораза айындағыдай ұстауға болады немесе болмайды дегендей, осы Қадір түнде күтуге болатын адамдар және болмайтын адамдар деп бөлінсе, мысалы айтамыз ғой, енді ауырып жүрген адамдар күндіз түні ұйықтамаса да болмайды деген сияқты сәбилі аналар болады. Осы бойынша тарқатып айтып берсең. Енді бұл жалпы фиқта, шариғаттың заңдылығында бұл мұстахаб деген үкім берілген. Ләйләтул Қадір, Қадір түніне. Мұстахаб деген мағынасы жақсы көрілген амал. Енді сіз аз уақытты алып, енді таң атқанға шейін отыра алмасаңыз мүмкін 11-ге шейін отырады, кейбіреулер түнгі, біреулер 12-ге шейін отырады, біреулер 1-ге шейін отырады. Осы уақыттарда кішкене не қылу керек, маңыз беру керек. Телефон, біз енді қолымызда смартфон болады ғой, енді әлеуметтік желіге кіреміз, уағыз тыңдаймыз дейміз, бірақ анаған кіріп кетеміз. Бұның бәрін жинастыра отырып, жаңа қазақша кітаптар оқып, тәсбih аударып, өткізу керек дейсіз ғой, осыны
осылай жасаған жақсы. Енді мұстахаб дегеніміздің үкімі ол фарыз емес, ол сүннет емес, жақсы көрілген амал. 3 сағат отырасыз ба, 2 сағат отырасыз ба, 1 сағат отырасыз ба, бірақ үміттеніп, міне менің бүгін Құдай қаласа Алланың құзырына дұғам қабыл. Алла қабыл етеді. Өйткені Құранда айтады ғой, егер менің құлдарым менен сұраса дейді, мен оларға жақынмын дейді. Мен оларға жақынмын және олардың дұғаларын жауап берем, сол үшін олар маған иман келтірсін дейді. Енді иман келтірсін дегеніміз, момын мұсылман болдыңыз ба? Момын мұсылман болғаннан кейін сұрайтынымыз біз Алладан. Алладан сұрағаннан кейін Алла тағала мен оларға жақынмын дейді. Күре тамырынан дейді. Екінші бір ayet. Күре тамыр деген адамға ең жақын тамыр, күрен тамыр болса, Алла тағаланың мейірімі, рахымы, кеңшілігі одан да жақын. Сол жақыншылықты пайдалана отырып, барынша ниетпенен құлшылық жасау ең абзал істің бірі болып есептеледі. Аға, енді осы тағы бір сұрақ қойыңызшы, әйел адамдар барынша үйде отырып күткен дұрыс дейді. Кейбір нәзік жандылар мешітке барып, ер азаматтармен қатар жүреді ғой сол жақта түнде етіп. Енді әйел адамдарға мешіттердің бөлек бөлмелері бар, намазханалары бар, кіріп шығатын орындары бар. Енді ол бізде енді оңтүстікте бір шама уақыттан бері шешіліп келе жатқан мәселе. Үлкен мешіттерде, қалада 50 шақты мешітте әйел жамағатының өзінің намазханалары бар, өздерінің жиналатын орындары бар, ұстаздары бар. Бір уақыт келіп, енді сол жаңа қатым дұғасына дейін қатысып, онан кейін түннің бір уақытына шейін отырып кетуге болады. Ал енді таң атқанға шейін отырамын десе, орны бөлек, жаңағы намазханасы бөлек, сондай мешіттер бар. Үйде ешқандай қарсылық жоқ дейсіз ғой? Қарсылық жоқ. Ал үйде отырған болса, әйел адамның үйде отырған намазы ер адамнан қарағанда 27 есе дәрежеленеді. Өйткені біреуінің баласы бар, біреуінің ұл қызы бар. Анам қаяққа кетіп бара жатыр деп, олар да соңынан ереді. Бала шағаны еріп шыққаннан кейін біреу ана жерде домалап ұйықтап жатады, болмаса біреу жылап жатады. Басқа адамның көңілін ойын бұзып жібереді. Міне сондықтан бір уақыт мешітте, бір уақыт үйде, жалпы үйде өткізген абзал болып есептелінеді. Енді бізде енді Құдайға шүкір әлеуметтік желілерде жаңа айтып өттік қой, тікелей эфирде хатым Құрандар оқылады, дұғалар жасалады. Оны тыңдап отыру да оған да сауап болатын нәрсе. Өйткені біздің қоғам дамыған сайын, заман дамыған сайын, осы дамыған заманның ілесіп отыру бізге берекетті береді иншалла. Аға, енді осы қадір түнінде садақа беру мен жаңағы жақсылық жасаудың маңызы туралы айтып беріңізші. Садақа, пітір садақа жалпы қай түнде болса да ерекше, бірақ мынандай да 83 жыл 4 айға лайықты құлшылық бұл қадір түні. Егер де сіз осы түнге ниет қылып садақаңызды, пітіріңізді, жаңағы зекетіңізді таратып жататын болсаңыз, Алла тағалам 83 жыл 4 ай бойы осы садақаны бергендей сізге дәреже береді, сауап береді. Сол сияқты дұғаларды сондай. Сол сияқты қайырымдылықтың қайсысын жасайсыз? Қазақ айтады, қайырымдылықтың өзегі қарымы өзіңе келеді дейді. Қайырымдылықты жасап, негізделген адамның әр уақытта болса да өзіне Алла тағалам сол жақсылықты қайтарып отырады. Сол жақсылық сізге бір үзім нан бердіңіз ба, біреуге тамақ әкеп тараттыңыз ба, сізге су бердіңіз ба, осыдан былай қарай еселеніп кете береді. Барлығының түп тамыры ниетке байланысты болады. Мен Алла ризашылығы үшін ниетімді осылай жасайын дедіңіз, барлығы осылай еселенеді, сауап. Керемет, осы енді Рамазан айының соңғы күндері келе жатыр ғой. Осы соңғы күндердің ерекшелігін айтып кетіңізші. Енді айтып жатады ғой, Рамазан айы да сыналмайсың, Рамазан айы біткен соң сыналу басталады деп. Енді екі нәрсені айта кеткен жөн. Мұхаммед пайғамбарымыздың бір хадисі бар. Енді Алланың игілігімен сәлем болсын. Ол кісі былай айтады, Рамазанның соңғы түні келген уақытта Алла тағалам бүкіл момын мұсылмандардың күнәсін кешіреді дейді. Осылай айтады да, күнәні кешіреді дейді. Сонда бір сахаба деп сұрайды, досы, бұл қадір түні ма дейді. Жоқ дейді. Бір момын мұсылман, бір адам дейді, бір ай бойы жұмыс жасап, еңбек ақысын алған түн сияқты емес пе дейді. Сіз мысалы бір ай жұмыс жасайсыз, бір айдан кейін еңбек ақыңызды аласыз. Сол сияқты Рамазанның сол түні сіздің Алла тағалам барлық күнәңізді кешіріп береді. Не деген керемет. Міне сол түндер осы Рамазан қадір түндерден кейінгі соңғы түндер. 5 түнді Алла тағалам ерекшелейді. Оның біреуі айт түндері дейді. Ертең айт дегеннің түні, құрбан айттың түні де жетеді, Арафаның түні де кетеді, осы оразаның түніне кетеді. Айттың түніне кетеді. Онан кейін жұманың түні дейді. Онан кейін Шағбан айының 15-інің түні. Міне осы түндерді Алла тағалам ерекшелеп қойған. Адамзат не істейді, не сұрайды, не жалбарынады, өзіне не керек? Міне осының баршасына осы түндердің ішіне жасырады, осы түндерден ұмытыласыз. Бұл бір.
Екінші, үлкен ғалымдар айтады, күн раббаниян лайса рамаданиян, құдайшыл бол, тек оразашыл болып қалып кетпе дейді. Міне Рамазан айы келді, көп адамдар барынша әйтеуір оразаны бұзбамайын, өзі әдептіліктен озбайын, құрсын оразамын ғой деп жаңағы өзін тоқтатып береді. Бұл оразамен ғана шектелмейді. Жалпы адамның болмысы сондай болу керек қой. Мұсылманның болмысы сондай болу керек. Алла тағалам сізге берген ғұмырда біреумен жағаласып, біреумен жанжалдасып өте беруге де болады. Бірақ тавазия дейді. Кеңшілігін алып, кешіріммен қарап, Алла тағаланың мейірімен бар адамға жеткілікті. Бірақ өзіміз шектеп тастаймыз. Ананы есептейміз, мынаны есептейміз. Біз мына адамдар мынандаймыз да. Мысалы, Алла бірге 10 берем деді ме, 1000 теңге бердім ба, енді 10 000 теңге күтіп жүремін. 10 000 теңге берем ба, 100 000 теңге күтіп жүремін. Сіз күтпеңіз оны. Өйткені ниятыңызда, ниетіңізде не? Алла ризашылық үшін. Алла ризашылығы болғаннан кейін Алла кез келген уақытта қайтарып бере береді оны. Өйткені Алла тағаламен есептесуге келетін болсақ, біз пенделігімізді салып кетеміз. Болмаса жаңа калькулятор емес, соған саламын. 100 000 бердім, демек маған 1 миллион келу керек. Маған неғып 1 миллион келмеді деп қаламыз. Ол өмірдің таршылық кезінде де келеді, керемет кезінде де келеді. Сол үшін айтады, әрдайым кеңшілікті қалап жүрген болсаң дейді, таршылықта емес, кеңшілікте Алла тағаланы еске ал дейді. Таршылықта итак еске аламыз. Ауырып қалсақ, ойбай деп алақан жаямыз. Өте керемет аға. Қуанған кезде Алла тағаланы еске алсақ, осындай кеңшілік мол болады. Аға, енді соңғы сауалымызды қойсақ, енді қадір түні енді Аллаға жақындататын маңызды күндердің бірі ғой. Осы күні қадір түнін күтіп жүрген жандарға өзіңіздің айтар бір-екі ауыз сөзіңіз болса, осымен қорытындылап жіберсек. Иә, енді құрметті көрермен, Аллаға шүкір, әрине енді телеарнаны тыңдаймыз, сұхбат қыламыз. Қалай болғанда да ең бірінші ниетті кең қылып алу керек. Бірінші ниет, өйткені жаңа айтты ғой, тағдыр түні дейді. 1 жылдық несібеңіз сұраңыз. Күнәңіздің кешірілуін Аллаға жайып тұрып, адамдарға айтқан насихат, әңгімелер бөлек болады, біреуге айтқан ішіңіз, жан дүниеңіз бөлек болады да, ал Аллаға шығарыңыз, ақтарыңыз. Көз жасыңызды ерік беріңіз. Я Алла тағалам, менде мынандай қателік бар. Менде мынандай мінез бар. Менде мынандай кемшілік бар. Алла өзін түзетіп береді. Осыдан бастасаңыз, көңіліңізде кірбің қалмайды. Бұл бір. Екінші, ниеттен кейінгі орындалатын іс-әрекет, амалға қарай жүгіріңіз. Ештеңеге бас ауыртпаңыз. Біреу былай айтып жатыр, біреу былай айтып жатыр. Қазір әлеуметтік желіде басталып кетті. Арабияда кеше өтіп кетті. Сіз Арабияда болмасаңыз да осы елдесіз. Алла тағалам қаласа әрбір түн қадір түн қылып береді Рамазанның. Бірақ іздеңдер дейді пайғамбарымыз. Іздеңдер дегеніміз азынан кешке шейін уақытқа қарап отыр емес. Сол түнге лайықты құлшылық жасаңыздар дейді. Зікір еттіңіз, намаз оқыңыз, Құран тыңдаңыз, қазақша Құран алыңыз, дұғалар алыңыз. Қазір өте көп барлық нәрселер жеткілікті. Жүдә дым жоқ, мен ештеңем жоқ десе, Аллахан жайыңыз де Аллахым деп бүкіл қателіктеріңізді Алладан сұраңыз, кемшіліктеріңізді тізіңіз. Және де адамдардан кешірім сұрап, мен мыналарды кешірдім, пәлен туысқанымды кешірдім, пәлен досымды кешірдім, біреуді көре алмайтын едім, Алла кеңшілігіңді бере көр, мен олардың бәрін кешірдім деңіз, осыменен сізге барлығына жетістікке жетесіз. Ой, керемет аға. Студиямызға келіп, сұхбаттасқаныңызға алғыс білдіреміз. Біздің көрермендерге де бір жақсы мәліметтер болды деп ойлаймыз. Иә, біздің уақыт телеарнасының атынан осындай сізге кішігірім сыйлығымыз бар. Көрермендерге пайдалы, керекті өзіңіздің дүниелеріңізбен бөліскеніңізге алғыс айтамыз. Тағы да рахмет. Рахмет сіздерге, көп рахмет. Қадірін ұқтырып, 12 ай күттіріп, ол келді көзден жас тамуда. Көктен нұр жауғандай, ерекше таң қандай, ораза айы басталуда. Кешіріп айыбын, сұрайтын қайырын, болайдың орны бөлек еді. Кеңейіп бейелің, көбейіп мейірім, жер беті нұрға бөленеді. Бұл біздің Рамазан, 30 күн оразам, есігін жұмаға ашық қылған. Бұл біздің Рамазан, шақырған әр азам, мешітке қарай асықтырған.
өзіне бізді ғашық қылған. Қара су бал болып, бір жұтым нәр болып, бойыма қуат себілетін. Мұңайлық мүмкіндік, сауаптар мүмкіндік, Алладан бізге берілетін. Қолымыз жайылып, дұғамен қайырып, қадірін білген әр ақтаңнан. Сұрайып кешірім, қайталап есімін, мадақтап мақтап жаратқаннан. Бұл біздің Рамазан, 30 күн оразан, есігін жұмақ ашып қылған. Бұл біздің Рамазан, шақырған әр азан, мешітке қарай асықтырған. Аллаға шүкір нәсіп қылған, өзіңе бізді ғашық қылған. Есігін жұмақ ашып қылған. Бұл біздің Рамазан, шақырған әр азан, мешітке қарай асықтырған. Бұл біздің Рамазан, 30 күн оразан, есігін жұмақ ашып қылған. Бұл біздің Рамазан, шақырған әр азан, мешітке нәсіп қылған, өзіне бізді ғашық Құрметті көрермен, тақырыптан ауытқымаймыз. Қайырымдылық адамзатқа ортақ ең асыл қасиеттердің бірі. Жақсылық жасау, мұқтаж жандарға қол ұшын беру қоғамдағы мейірім мен бірлікті арттыратын маңызды құндылық. Қайырымдылық тек бір дінге немесе бір ұлтқа ғана тән емес, ол барша адам баласына ортақ ізгі амал. Бүгінде қоғамда қайырымдылықпен айналысып, көмекке мұқтаж жандарға қолдау көрсетіп жүрген жандар аз емес. Бүгін біз сол жақсы істің жолында жүрген ізгілікте жарсай қоғамдық қайырымдылық қорының волонтерлер мектебінің жетекшісі Жаңыл Ырсымбетті шақырдық. Қош келіпсіз. Қош көрдік. Көңіл-күйіңіз қалай? Менде барлығы жақсы. Шақыртуларыңызға алғыс айтамын. Рахмет. Ендеше сұрақтар легіне өтсек, осы ізгілікте жарсай қорының басты мақсаты қандай? Енді өзіңіз осы жердің белсенді мүшесінің бірісіз ғой. Жалпы бізде ізгілікте жарсай қоғамдық қайырымдылық қорының 3 бағыты бар. Олар әлеуметтік бағыт, білім бағыты және волонтерлық бағыт. Әр бағыт бойынша бізде әртүрлі жобаларымыз бар. Мысалы, әлеуметтік бағыт бойынша әлеуметтік дүкеніміз бар. Ол дүкен қалай жұмыс жасайды? Ол дүкен сауда орындарында дүкендер қалай орналасқан? Тура сондай инфраструктурамен жасалынған. Себебі адамдар келген кезде мен қайырымдылықтан заттар алып жатырмын деп емес, керісінше дүкеннен сатып алған сияқты сезімді сыйлайды. Өте керемет. Одан бөлек әлеуметтік бағыт бойынша бізде қазір тіркеуде 100-ге жуық асыраушысынан айырылған аналар бар. Білесіздер, бір жылдары осындай әлеуметтік көмекке бола күйеуімен ажырасып жатқан адамдар саны көбейіп кетті. Өкінішке орай біз айырылысқан емес, асыраушысынан айырылған адамдарды ғана тіркеуге аламыз, және ол тіркеудегі адамдармен қалай жұмыс жасаймыз. Ол кісілермен біз ең алдымен оларға жақсылап көмектесеміз. Бір ұжым 10 отбасы деген, бір ұжым 50 отбасы деген, бір ұжым 60 отбасы деген ұжымдық волонтерлықты дамыту үшін осындай үлкен жобаларымыз бар. Қазір бір отбасыны асырау қазір оңай емес, себебі бір отбасыда 5-6 бала болатын болса тіпті қиын.
Дұрыс айтасыз. Егер айлық табысының 40-50% былайша айтқан кезде азық-түлікке кетеді. Иә. Сол ең алдымен оларға азық-түлік таратамыз, одан кейін олардың тек тіркеуде бірнеше жыл тұра бермеуін қамтамасыз етеміз. Жалпы бізде әлеуметтік бағыт бойынша бірнеше жобаларымыз бар. Бізде тіркеуде қазір 100-ге жуық отбасылар тіркелген. Біз олармен қалай жұмыс жасаймыз? Олармен ең бірінші тіркеледі. Тіркелгеннен кейін олардың айлық табысы есептеледі. Оларды жұмысқа орналастырамыз, жұмысы жоқтарды. Және ол бойынша жұмыс жасаймыз қалай? Бірінші бізде олардың негізгі айлықтары 40-50% азық-түлікке жұмсалатындықтан бағанағы айтқан бір ұжым 10 отбасы бойынша азық-түліктер таратылады. Соның демеуімен біздегі тіркеудегі аналар өзінің денсаулығына, баласының біліміне, өзінің дамуына ақшаны жұмсай алады былайша айтқан кезде. Және осы тіркеудегі аналардың балаларына орай бізде бір айда бір арман жобасы бар. Ол жоба былай жүзеге асырылады. Әрқандай университеттерде, оқу орындарында, қаланың түрлі адамдар көп шоғырланған жерлерінде жәрмеңкелер өтеді, қайырымдылық жәрмеңкелері. Сол жерден түскен ақша бағанағы бір айда бір арман деген жобаға жұмсалады. Олардың армандары өте қарапайым. Манты жеу, анасына гүл сыйлау, ең қымбат армандардың бірі балапан велосипед болған. Осындай бізде өте сүйкімді жобалар бар. Ал биыл халықаралық волонтерлық жыл. Осы тұста біздің волонтерлық мектеп қандай жұмыстар жасайды? Сіздерде қанша волонтер тіркелген? Қазір осыншама жұмыс жасап жатыр екенсіздер ғой? Жыл сайын бізде 500-ге жуық волонтерді шығарамыз. Бір адамдар 2 ай ғана волонтер болады, біреулер 1 жыл болады. Бір кісілер 6 жылдан бері волонтер деген сияқты. Мен өзім осы жақта 6 жылдан бері волонтермын. Өзімнің волонтерлық жолымды осы ізгілікте жарысайық қоғамдық қайырымдылық қорымен бастағанмын. Сіздердің қазір Рамазан айында 500 бокс таратқандарыңызды көреміз ғой әлеуметтік желіде. Сол туралы да айтып беріңізші. Бізде қайырымдылық болғандықтан біздің прайм мера дейді ғой, ол Рамазан айы. Рамазан айында тек қана 500 бокс емес, 500 боксты былтырлары аптасына 1 рет тарататын болсақ, бұл жыл ерекше болды. Бұл жылы біз аптасына 2 рет 500 Рамазан бокстарынан, оның ішіне құрма кіреді, су кіреді және ауыз ашқан адамның қарны ашқандықтан самса қосамыз. Және осылардың барлығын ұйымдастырып жатқан бізде волонтерлар. Сол волонтерларға өзіміздің қара шаңырағымызда 60 адамға арналған үлкен ауызашар дастархан жайылатын болады. Ал демеушілер туралы айта кетіңізші, бізде жомарт жандар көп сияқты Шымкентте. Бізге келген адамдардың барлығы осындай іс-шараларымызды көреді, волонтерларымыздың өте жобаларына қолдау білдіріп жатқандарымызды көргеннен кейін осы сұрақ өте актуалды. Демеуші қайдан деген сияқты нәрсе. Ең алдымен бізде құрылтайшыларымыз, ең басты демеушілеріміздің бірі. Оларды атауға болады ма? Әрине болады. Егер атаңыз келсе, әрине болады. Бізде Асхат, Тұрар және Осман деген ағаларымыз бар. Ол кісілер қазір тігін цехтары бар және мебельмен айналысады. Солар біздің ең басты демеушілеріміз, ТМД және Жолбарыс компаниялары. Және екінші басты демеушілеріміздің бірі ол БКН Групп, яғни тұрғын үй салумен айналысатын қайырымды жандар. Біздің басты демеушілеріміз болып табылады. Одан бөлек негізі демеушілердің барлығын айтпасам барлығы ренжіп қалмас, бірақ демеушілеріміз өте көп. Қарапайым халық бар ма ішіне, соны айтыңызшы? Міндетті түрде. Тіпті біздегі волонтерлардың өзі қайырымдылыққа үлес қосып жатады. Мысалы, кез келген өзінің табысынан кейін 2,5% қайырымдылыққа беріп отырады. Ол әрине ешқандай келісімшарт, бір келісіммен емес, керісінше олар өз еріктерімен тастайды. Өте керемет. Енді осы тұста бір сұрақ туып отыр менде. Қазіргі таңда қоғамда енді әлеуметтік желіден түрлі сайттардан байқап жатамыз ғой, енді түрлі қайырымдылық қорлары береміз деген затын бермей, сондай бір шулар шығып жатқан байқап жатырмыз. Енді осындай халықтың кері пікірі туды ол кісілерге, сондай заттар сіздерге өз әсерін тигізіп жатқан жоқ па, яғни кері әсерін? Жоқ, қуанышқа орай біз Шымкент қаласында 9 жылдан бері жұмыс жасап жатқан. Былайша айтқанда, Шымкент қаласындағы сенімді, оған қоса ерке қайырымдылық қорлардың бірі болып кеттік. Ерке не үшін айтамыз олайынан, себебі кез келген адам бізге сенім артылады. Қазір біз байқаймыз көптеген жерлерге біз өзімізде барып
мониторинг жүргізген уақытта жай ғана әлеуметтік көмек үшін тіркелген адамдарды ғана алады да, бірақ олардың жағдайлары қандай, мысалы үйі бар адамдарға немесе жұмысы бар, просто продукт үшін алып жатқан адамдарға біз өкінішке орай көмектеспейміз деген сияқты. Яғни сіздер жан жақты қарастырасыздар, жан жақты қарастырамыз. Және бағанағы сұрағыңызға жауап ретінде біз барлығын история түрінде болсын, пост түрінде болсын, былайша айтқанда біз халыққа ашықпыз. Кез келген адам бізден мына іс-шараңның қаржысы қайдан түсті десе, және ол ақша қалай жұмсалды десе, таксидің ақшасы бар, басқа нәрселердің ақшасының барлығы толықтай айтып бере аламыз. Енді осы сіз 6 жыл волонтерлік қызметте жүрдім дедіңіз ғой. Осы волонтерлік не берді сізге? Мен осын жақсы көремін. Себебі волонтерлықтың маған бергені көп. Соңғысын айтайын, соңғысы бізде Астана қаласында жақында ғана ел басшымыз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевпен бірге халықаралық волонтерлар форумы болған. Сол жерге барып қайттық, былайша айтқан кезде толықтай тегін. Және оның берген мүмкіндіктері біз әр жерден волонтерлармен танысамыз, қайырымды адамдармен танысамыз деген сияқты. Одан бөлек бізде ізгіліктегі бір фишка, ол ең мықты лидерлер ешқашан жұмыссыз қалмайды. Мен өзім лидер болып жүргеннің өзінде маған жұмысқа деген ұсыныс қаптап түсетін тұғыр. Жаңыл, давайте мынандай жұмысқа кел деген кезде оларға просто бас тартып отырамыз. Кешіріңіздер, маған айлық ұнамайды. Кешіріңіздер, сіздердің мынандай нәрселеріңіз ұнамайды деген сияқты, немесе өзімнің бір ойдан бір нәрсені шығарып, сол айынан бас тартып оламыз. Бұл ізгілік жалпы волонтерлық болсын, көшбасшылық болсын, адамға, басқа компанияларға болсын, достық береді. Өте жақсы. Енді осы сіздің ойыңызша адамдар қайырымдылықты неден бастаған жөн? Енді біреу 100 теңге, 200 теңге тастап жатса, оның өзіне ұялатындар бар. Бұл аз ғой, неге 100 теңге бермедім деген сияқты. Бұл ой негізі дұрыс па? Негізі енді садақа дейміз ғой, қайырымдылықтың ешқандай жақсы жаманы жоқ. Сенің басты ниетің болса болды деп жатамыз. Ол менің ойымша қайырымдылық ол ақшамен есептелмейді. Ол қол күшімен де есептеледі. Мен сізге бір жобамды айтып өтейін, ол бізде арқау деген жоба. Ол про-боно волонтерлардың көмегімен бағанағы тұрған аналарға, біздің лидерлерімізге, ауылды жастарына арналған, олардың кәсіптерін жүргізуге арналған жоба болып табылады. Про-боно волонтер дегеніміз кім? Олар, мысалы, менің таргет жіберетін қабілетім бар. Мен оны барып ұсына аламын. Менің таргет жіберетін қабілетім бар. Осы қабілетті сіздер тегін қолдансаңыздар болады деген сияқты нәрсені мен айтамын, және осы арқылы жүйе құрала береді. Бұлайша айтқан кезде кез келген адам волонтерлықты, қайырымдылықты ақшамен емес, өзінің бойындағы бар қабілетпен де бастай алады. Енді волонтер болғысы келетін жастарға қандай кеңес берер едіңіз? Егер волонтер болғысы келетін жастар болатын болса, ең алдымен волонтерлықты дұрыс түсініп, барып қана волонтерлық ұйым таңдаған дұрыс. Себебі қазір волонтерлық ұйымдар көп. Ең алдымен волонтер дегеніміз қоғам игілігі үшін ақысыз, өз еркімен қызмет ететін адамдардың тобын айтады. Ал бұдан тыс, мысалы, концерттік жерлерде волонтер болу деген сияқты бір адамның игілігі үшін жасалатын дүниелер, ол волонтерлыққа жатпайды. Егер волонтер болуға құлшыныс білдірген адам болса, ең алдымен волонтерлық ұйымды дұрыс таңдаған дұрыс. Енді осы Рамазан айында қайырымдылықтың маңызы артады ма? Енді басқа айларға қарағанда сіздерге келіп қолдау білдіретіндер осы тұста көп болатын шығар. Бізде бұл айда волонтерлар саны да, демеушілер саны да басқа айлардан қараған кезде 2-3 есе жоғарырақ болады. Бұл жерде бізде адамдарды дұрыс ұстап қалуды ғана көздейміз. Яғни волонтерларды болсын, волонтерлар қандай жоба ұсынады, біз олардың барлығына, егер қоғамға пайдалы болатын болса, қоғамға емес, кемі бір адамға пайдалы болатын болса, біз ол жобаны қолдағымыз келеді. Тура солай, демеушілер де кемі бір адамға пайдалы бола алатын болса, не только 500 адам, 1000 адам деген сияқты нәрсе емес, бір адамға пайдалы болатын болса, болды. Біз ол адамға барынша қолдау көрсетуге дайынбыз. Енді алдағы уақытта осы
сіздердің қорларыңыз қандай жаңа жобаларды жүзеге асырайын жоспарлап отыр жүзеге асыруға? Бағанада айтқанымдай, біз волонтерларға өте қатты жобаларын жүзеге асыруларына мүмкіндік береміз. Біздегі қазіргі көшбасшыларымыз әртүрлі жобалар жүзеге асыруда, оның ішінде Глассарт бар, балалар үйіндегі волонтерлық бар, арқау жобасы жүзеге асып жатыр, жармақ деген жоба бар, ол қазақ тілінің жармақ деген жоба, қазақ тілінің дұрыс грамматикасын үйретеді және ескірген салт дәстүрлерді қазіргі былайша айтқанда зумерлерге түсіндіреді. Керемет. Енді соңғы сауалымыз болсын. Енді сіздер қайырымдылық жасап жүрсіздер, түрлі ортада жүресіздер. Енді сол кісілердің ең соңында алғысын алған сезімді бөлісіп айтып кетіңізші. Енді бұл барлық істің нәтижесі ғой негізі. Осы нәрседен бұрын мен минустарын айтқым келеді. Ол біз көп жерге барамыз, сол уақыттарда мысалы аналарға барып тұрамыз, одан кейін ол кісілердің тарапынан айтуы мүмкін. Маған продукты бермедіңдер ғой деген сияқты нәрселер де кездеседі. Яғни міндетсіну де бар арасында. Волонтерлықты бастаған уақытта ол тек қана жылы жүзді адамдардан тұрмайтын ескеру қажет. Бәріне дайын болу керек дейсіз ғой. Жылы жүзді адамдар, олар шынымен болады, рахметті айтатын, өздері де мысалы бізде қазір тіркеудегі адамдарға чаты бар да, соған жазғанның өзінде 40 адам деп айтылған кезде тіпті тіркелмейтін адамдар да бар да, себебі олардың уже рахметі бар, солай былайша айтқан кезде. Жақсы, өте керемет. Енді бүгін біздің студиямызға келіп өздеріңіздің жақсы жұмыс барыстарыңызбен танысып кеткенімізге алғыс айтамыз. Бүгін біздің уақыт телеарнасының атынан сіздерге осындай керемет сыйлығымыз бар. Көп-көп. Уақытыңызды алтындай бөліп келіп бізбен сұхбаттасқаныңызға тағы да алғыс білдіреміз. Жақсы, сіздерге де көп-көп рахмет. Нұрға толы, сырға толы, көркем айым, сен жыл 12 ай бізбен бірге бол шарғайым, көңілер қашан бір сені сағынады. Рамазан жүректерден азан. Сен жаратушым, махаббатым, сен иман гүлі, бүршік жарған көктем айсың, үміттің шамы бір өзіңнен жағылады. Рамазан, Рамазан, сағынышым Рамазан, жүректерден азан. Нұрлы ақшам әппақ таң сары, рухымыздың орындалып аңсары.
үйің екен, үйдің көркіші екен, Ақсарайдай көрінген қайсы байдың екен. Аққалайдай, өмір жайдай, Мұхаммед үмбет айтқан Жарамазан жайықта, мініп келем қайықта, оразаның кешінде осы айтқаным айыпа. Айтамын жарамазан есігіңе, қошқардай қосыл берсін бесігіңе. Қошқардай қосыл берсін бесігіңе, кім келіп, кім кетпеді ол есігіңе. Аққалайдай, өмір жайдай, Мұхаммедтің үмбет айтқан Жарамазан жайықта, мініп келем қайықта, оразаның кешінде осы айтқаным айыпа. Жарамазан жайықта, мініп келем қайықта, оразаның кешінде осы айтқаным айыпа. Оразаның кешінде осы айтқаным айыпа. Оразаның кешінде осы айтқаным айыпа. Ой, керемет, ендеше орындарыңызға жайғассаңыздар. Отырып алыңыздар жайғасып. Бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі кештің көркін қыздырып, көрерменге ерекше көңіл күй сыйлап келгендеріңіз үшін рахмет. Ендеше көрерменге таныстырайын, біздің төрімізде дара тобының мүшелері. Өнерпаздар тек әсем ән орындаулармен ғана емес, сонымен қатар ұлттық дәстүрді дәріптеп жүрген жарапазан орындаушылары да. Қайырлы кеш болсын, көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгінгі қарбалас күннен соң бізге сұхбат беруге дайынсыздар ма? Қайырлы кеш, дайынбыз, шақырғандарыңызға көп рахмет. Рамазан айы барлықтарыңызға құтты болсын. Енді әнімін дегенше соңына да кеп қалып, үшінші жартысына. Өте керемет. Енді сіздердің орындауларыңызды естіп жатырмыз. Өте керемет орындау болды. Енді қазіргі таңда Шымкент қаласында Жарамазан фестивалі өтіп жатқан білесіздер ме жалпы? Яғни сол жаққа неге бармадыңыздар, әлде бардыңыздар ма? Біз ол кезде Жарамазан айтып өттік қой. Бара алмадыңыздар демек. Өте керемет. Енді өздеріңіз осы Жарамазан айту жолына қалай келдіңіздер? Жалпы қазіргі таңда бұны халық қалай қабылдап жатыр? Жақсы қабылдайды. Кейбір жерде өздері келіп айтып кетіңдерші деген сияқты. Шақырады. Ауыз ашардың кезінде тамақтану, кафелерде барып айтасыздар ма? Өзіміз ән айтатын кафелерде айтамыз, сұрайды. Қалай қабылдап жатыр? Жақсы қабылдайды. Енді Рамазан айының былайынша әнұранын айналып кетті ғой. Бүгін 16 наурыз мәдениет және ұлттық салт дәстүр күніне орай Шымкент шаһарында ұлттық рухты дәріптеген ерекше мәдени шара өтті. Қала тұрғындары мен қонақтары басын қосқан Жарапазан фест республикалық фестивалі халқымыздың бай мұрасы мен рухани құндылықтарын насихаттауға арналды. Жалпы шараны ұйымдастыруға 11.899.000 теңге бөлінген. Бүгінгі күн 16 наурыз мәдениет және ұлттық салт дәстүр күніне орай республика көлемінен өнерпаздар келіп, 11 топ қатысушымыз бар. Сол кісілер бақ сынасады. Бізде бұл байқауда көрме орталығында жаңағы қолөнер шеберлерінің көрмесі, шығармашылық одақтармен кездесу, кітап көрмесі, қазақ ауылы тұрмыс-тіршілікке байланысты көріністер кеңінен көрсетіліп жатыр. Бас жүлде 1 миллион, бірінші орын 800 мың, екінші орын екеу 700 мыңнан екеу, үшінші орын 500 мыңнан екеу, арнайы номинация бойынша екеу 350 мыңнан. Жалпы шара ұйымдастыруға 11.899.000. Биылғы байқауға еліміздің әр өңірінен қатысушылар бақ сынауға келген. Қатысушылар өз аймақтарына тән орындаушылық ерекшеліктерді таныстырып, Жарамазан жырларын түрлі нақышта орындамақ. Бүгін байқауға өзіміздің өнерімізді, салт дәстүрімізді жаңғыртып атқан Шымкент шаһарына келіп, Жарапазан айтуға келіп отырмыз. Енді бұл Жарапазанда сол келген айтып атқан жерімізге, елімізге, сол шаңыраққа жақсы тілек айтамыз. Соңынан әдемілеп батамызды береміз.
салт дәстүрімізді жаңғызып келіп отырмыз. Байқауда қазылар алқасының құрамында Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, сондай-ақ айтыскер ақын, дарын жастар сыйлығының иегері Байтов Біржан Ғаниұлы да төрелік етпек. Енді бұл байқау біріншіден дәстүрлі түрде жылда ұйымдастырылып келеді. Екіншіден біздің бұл жарапазан айту дәстүрі бүгін қалыптасқан жоқ, ғасырлар бойы осы күнге жетті. Сондықтан бұл қазақ руханиятының, қазақ мәдениетінің үлкен бір жаңағы өз қалыптасқан өнері деп қабылдауға болады. Осы екі кезеңнің қорытындысы бойынша бұйырса шын жүйріктерге жүлделі орын береміз деген ойдамын. Оның үстіне қасиетті Рамазан айында ұлыстың ұлы күні қарсаңында бір өте үлкен жақсы мереке кеші болады деген ойдамыз. Енді осы жарапазан айтқанды бірі қызығып жатса, бірі сынап жатады. Осы бойынша енді сіздердің ойларыңыз қалай? Енді бұл біздің бұрынғы салт дәстүрлеріміз ғой. Енді айтады ғой, ата-бабаларымыз бұрында айтқан, енді басқалар қазір түсінбей жатады. Сол туралы айтып беріңіздерші, кейіннен тарқатып тұрып, ашылып, қысылмай. Енді менің ойым бойынша бұл қалай айтсам бір әдепсіздік ондай не емес. Кәдімгі баяғыда сопылық дәстүр дейміз ғой, сол кезеңнен былай келе жатқан біздің дәстүрімізге сіңіп кеткен сондай бір тамаша Рамазан келді, Рамазан деген қалай айтсам болады. Келіңдер, қуаныңдар деген сияқты мағынада айтылған деп ойлаймын. Ислам діні мен қазақ фольклорының бір үйлесімі ғой негізінде. Осы өнерді өмірлеріңізге серік еткен екенсіздер. Осы топты қалай құрдыңыздар? Сол туралы айта кетіңіздер. Дара тобын. Дара тобын, сіздердің қастарыңызда әсем сұлу екі қыздарыңыз бар, біз білетін, Сол туралы тарқатып айтып беріңіздер. Топтың құрылуы енді Әсет мырза, қателеспесем, режиссері сол топтың сіз. Продюсері. Продюсері, ренжімеңіз, сол туралы айтып берсеңіз. Продюсер деп те айтуға келмейді. Әрі өзіміздің достарымыз, араласатын інілеріміз, бауырларымыз театрда жүрген кезде осы танысып, театрда танысып, қалай айтса болады, тойда танысып, той қуаныштарда танысып, бірге болып, осы ойымыз, жолымыз, арманымыз, ниетіміз бір жерде түйісіп, үйлесіп, солай-солай бірге осындай ерекше неге болмасқа деген. Этно-фьюжн дейді ғой. Домбыра бар құрамында, қобыз бар, барабан бар, сондай. Ол жерде де сол ұлттық дәстүрлі аспаптармен заманауи аспаптарды араластырып, үйлестіріп деген сияқты. Енді сізден сұрайыншы, осы баян аспабын алып келген екенсіз. Жарапазанда енді домбыра баянмен қосып орындау ерекшелік қой. Осы бойынша айтып беріңізші өзіңіздің. Айтасыздар ғой жарапазанда. Әдемі үн қосады екен, көркем бір. Сырнай аспабы деп айтылған енді, баяғыда қазір енді аккордеон. Бұл да қазақтың былайша айтқанда қазір ұлттық аспабына кіріп кеткен инструмент деп білемін. Домбырамен жақсы үйлесім табады. Жақсы үйлесім табады, баян бар деген сияқты. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, дарабен тобы деп. Сол бойынша сіз айтып кетіңізші, топтарда бір-біріңізбен келіспеушіліктер болып қалады ма? Енді шығармашылық топсыздар ғой, жалпы көптеген той жиындарға да шығып жатасыздар. Мен қателеспесем. Сол бойынша айтып кетіңізші, сіздерді көбінесе қандай тойларға шақырады? Бірінші келіспеушілік бойынша болып тұрады, енді дайындық барысында ол топ болған соң болады. Ол сол жерде айтылған әңгіме сол жерде қалады, әрі қарай біз оны талқылап не қылмаймыз. Тойларға шығамыз, жаңа жылдың алдында корпоративтерге сондай компаниялардың несіне шыққанбыз. Жалпы той жиындарға шығамыз, кез келген. Енді әр тойға шыққан кезде, мысалы жаңа жыл деп жатырсыз, оларға арналған өздеріңіздің арнайы шығармашылық әндеріңіз де бар шығар, әр мерекеге орай. Енді осы Наурызға қалай дайындалып жатсыздар жалпы? Шығармашылықтарыңыз қалай? Сіз жауап берсеңіз, продюсер ретінде. Наурызға жақсы. Тараздың Наурызында боламыз, құдай қаласа. 20 Наурыздан бастап. Оларға ары қарай сол бір Наурызды өткізгеннен кейін өзіміздің тойымыз басталып кетеді одан кейін. Ал мынау Шымкент қаласында 10 күндік Наурызнама бағдарламасымен өтіп жатыр үлкен іс-шаралар. Соларға шақырту болып жатыр ма сіздерге? Шақырту болған жоқ. Біз енді ашылдық енді. Алдағы уақытта бола жатыр демек. Осы әкімнің қабылдауында болдық. Осы жаңағы мейрамханаларда өзіміз былай концерттік бағдарлама ұйымдастырып, солай халыққа өзімізді таныту мақсатында, халықтың көңілін көтеру мақсатында сондай іс-шара ұйымдастырғанбыз. Шежіре деген мейрамханада сол кезде айтуға болатын ба, болмайтын ба білмеймін, енді болатын шығар. Әкімнің орынбасары көріп, өзі қабылдап, сендердікі бізге ұнады,
қандай көмек бізден деп енді осы 1-2 күн болды жолығып сондай нәрселер болып жатыр. Яғни сіздерге қолдаулар келіп жатыр, Ол ең кісілерге ашылыңызды. рахмет. Бауыржан ағамен жолықтырды бізді. Енді сондай өздерінің көмек қолдауларын көрсетіп жатыр. Өте керемет. Енді осы топ сіздер мүшелерсіздер ғой. Алдағы уақытта қандай жоспарларыңыз бар? Қандай деңгейде өздеріңізді көргілеріңіз келеді? Алдағы уақытта тек тойдың бағытында емес, өзімізді Айта беріңіз. Спектакль, концерт енді қазір Астана, Алматы қаласынан Шымкентке көп келеді осы спектакль концертпен. Өздері ұйымдастырады. Тек музыка емес, поэзия, ән, монолог деген сияқты нәрселермен сол жағынан да жаңа айтқандай кафелерде, ресторандарда барынша көрсетіп жатыр өнерімізді. Енді айтып жатырсыз ғой, кафелерде, ресторандарға көп шығамыз деп. Сол жерде халықтың қызығушылығы қалай? Енді сіздер қандай әндер орындайсыздар ол жерде? Енді халық тамақтанып отырып бір сазды әуендерді тыңдайды ғой. Халық жақсы қабылдайды. Әркімнің ойы пікірі әртүрлі, бірақ басым көпшілігі енді атмосфераны сол жерде бізге сезіледі. Мысалы, видеоға түсіріп отырады, қосылып отырады әуендерге. Сосын шығып бара жатқан кезде рахметін айтады. Тағы қай күндер болады деген сияқты біз енді халыққа ұнап жатыр деп ойлаймыз. Өте керемет. Жаңа орындаған Жарапазанның мәтінін өзгерткенсіз ме жоқ? Баяғы мәтінмен айтып жүрсің. Баяғы мәтін бізге келген Жарамазанның ең мақам дейді ғой. Ең мақамы осы көп айтылатын осы мақам, және Жарамазан жайықта дейді ғой. Жүзіп келем қайықта. Негізі естуім бойынша батыс жақтың, сол жайық жақтың мақамы деп ойлаймын. Сіздерге сол жамбастарыңызға келіп тұр. Енді халықтың арасында көп тараған әдемі әуенмен халықтың құлағына сіңген әуен осы негізінде. Енді сіз осы Жарапазандарды айтқан кезде текст дейміз ғой, мәтініне назар аударасыздар ма? Қаншалықты назар аударасыздар? Негізі ол жерде халықтың сөзі ғой, халықтың сөзі, халықтың әні, автор жоқ қой, мысалы. Біз де халықпыз енді. Демек біз де өзіміздің, мысалы, айтамын Жарамазан аналарға, аналар бұл өнерді бағалар ма деген сияқты өзіміз де қоса береміз арасына. Білмеймін, үлкен өнер адамдары ол дұрыс емес демесе, дұрыс емес деп жатса қоярымыз. Қазір ешкім еш нәрсе айтқан жоқ. Халық әні дейді, халықтың өзінің ойынан шыққан нәрсе, біз де халыққа жатамыз. Сондықтан біз де өзіміздің ойымызда сөз қосып, ән қосып, әзілдеп кейде деген сияқты. Ол Жарапазанға жарасады дейсіз ғой. Енді ауыздан ауызға сал-серілеріміз бұрында бірінің айтқан сөзін бірі бұрмалап басқаша жеткізе берген ғой. Енді қазіргі таңдағы Шымкентте ұлттық өнерге қызығатын жастар қазіргі таңда қаншалықты бар деп ойлайсыздар? Екеуіңіздің де пікірлеріңіз осы тұста маңызды. Ұлттық өнерге қызығатын жастар өте көп шығар. Өйткені домбырашы көп. Қай жерге барсаңыз да Жарамазанның өзінде көп айтып жатқандар, жастар көп. Мәдениет басқармасы да көп көңіл бөліп жатыр қазір. Театр көп ашылып жатыр. Жастар қызығушылықтары қазір байқасаңыздар интернет желісінде де көбінесе қазақи кішкене сондай бір нәрсе модаға айналып бара жатыр. Яғни қазақша сөйлеу деген сияқты, қазақша өнерді дамыту деген сияқты. Сол себепті домбырашылар қазір жалпы қазақи өнерге қызығатындар, ақындық, жаңағыдай жазба ақын деген сияқты. Сондайларға қызығушылық артып бара жатыр және жастар өте көп болған қызығатын. Қазір білесіздер, Шымкентте Наурыз мерекесіне қызу дайындықтар жүргізіліп, түрлі іс-шаралар өткізілуде. Жалпы осы туралы айтып кеттіңіздерші. Шымкентте Наурыз қалай тойланбақ? Сіздердің көңілдеріңізден шығып жатыр ма? Қазіргі таңда көшеде түрлі жәрмеңкелер, барлығы ұлттық киіммен жүр ғой. Тіпті өздеріңіз де әдемі болып келіпсіздер. Біздің көңілімізден шығады. Ол жылдан жылға көңіл бөлініп, жылдан жылға енді тәуелсіздік алғанымызға 30 жыл болса, басынан бастағанда қазір 30 жыл артқа қарасаң біз өсіп келе жатқан сияқтымыз. Жастардың қызығушылығы болсын. Жастар баяғыда басқа нәрсеге қызыққан сияқты көбінесе. Қазір мектептердің бәрінде жеке меншік мектеп болсын, мемлекеттік мектеп болсын, домбыра сабағы, домбыра үйірмесі, жаңағы тіл үйірмесі, мектеп бар Қаратау, ол жерде ақындық өнер үйірмесі, бәрі жастарда қызығушылық көп, конкурстар көп өтеді, өзіміз білетін. Өнер адам болғаннан кейін, топ болғаннан кейін қаржының маңызы ғой, қаржы. Сол демеушілер бар ма? Ары қарап жұмыс істеп кету үшін жаңа клип түсіру болса да қазір қалай сіздер? Демеушілер
табылып отқан сияқты. Қайшы. Иә. Иә, жаңа айтқаныңыз, иә? Иә. Болмаса жеке ағалар да бар, арасында көмектесеміз дейтін. Сол кісілерден де болар. Өзіміз де жиған тергенді айтыр. Еңбектеніп жатырмыз ғой, түсіп жатыр ақша. Бұйырған сол Топқа жұмсайсыздар ғой. Иә. Өзіміздің алатынымызды аламыз, қалғанын топқа жұмсаймыз, алатынымызды аламыз, қалғанын топқа жұмсаймыз деген сияқты. Енді сіздерге келіп, бізге де жарапазанды үйретші дейтін кісілер бар ма? Енді сіздердің орындауларыңыз ерекше дауыстар, ырғақтарыңызда кәдімгідей құлағымызды әдемі ашып жіберді да. Басқалар сұрап жатпай ма сіздерден? Қызығып дегендей. Жарапазан айтпайды. Бірақ басқа да ән айтамыз ғой. Соларды сұрап жатады. Домбыра үйретші, күй тартасын, соларды үйретші дейді. Қолымыздан келгенінше барынша үйретуге тырысамыз. Енді уақыт табылып жатса, бәрін үйреткіміз келеді ғой. Өте керемет. Енді осы қазір біз Шымкент қаласының жастарымыз ғой. Шымкент туралы қысқаша ойларыңыз болса, Шымкент қаласы жалпы жастар үшін қандай қала? Өнер майталмандары үшін деп айтайын. Өнер сүйетін жандар үшін. Сіз Әсет өзіңіз бір соны қайыр жіберсеңіз сөзіңізбен. Шымкент жастар үшін қазір соңғы кезде мүмкіндік көп қалаға айналып келе жатыр. Алматы деп айтатын еді, бірақ Алматыдан адамдар да шаршаған сияқты. Әркім көзқарасы әртүрлі бірақ. Шымкент мүмкіндіктер қаласы. Біздің өзімізде де жаңағыдай дамып жатыр ғой, технология дамып жатыр. Біз басқа қалаға шықпай-ақ өзіміздің қалада осындайларды жасай аламыз деген сияқты. Оған дәлел көп сериалдар түсіріп жатыр қазіргі таңда. Бағдарламалар өздеріңіз сияқты. Өте керемет. Енді біздің бүгін студиямызға келіп, өздеріңіздің әдемі жарапазандарыңызды айтып, бізге көтеріңкі көңіл күй сыйлағандарыңызға алғысымызды білдіреміз. Уақыт телеарнасының атынан сіздердің жаңа айтқан әдемілерге, естелік сыйлықтарыңызды қабыл алыңыздар. Рахмет. Алдағы уақытта шығармашылық табыстар тілейміз. Сіздерге де шақырғандарыңызға рахмет көп.
Қадірменді көрермен, бүгінгі бізге берілген уақыт та өз мәресіне жетіп қалды. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Ертең кешкі сағат 19:00-де қайта кездесеміз. Бүгінгі күн осымен тәмам. Уақытты бағалап, әр секундын сәтті, әр минутын мәндетейік.